Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Анаргүл. Бүгін сіздермен үйде бар қарапайым заттардан дайындалатын өте оңай эскимо тортын жасайтын боламыз. Рецептіні соңына дейін қараңыздар. Алдымен торттың кремін дайындап қоямыз. Қажетті заттардың мөлшерінің барлығын төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Ең алдымен таза ыдысқа жұмыртқаны, кукурузын, крахмалды, қантты және де сүтті құйып, барлығын жақсылап арасында ешқандай түйіршігі қалмайтындай араластырып аламыз. Біркелкі масса болғаннан кейін осы сұйықтығымызды отқа қоямыз. Отқа қойғаннан соң тоқтамай міндетті түрде араластырып отырамыз. Біраз уақыт өткеннен соң осы креміміз қоюлана бастайды. Мінекей осылай қоюланғаннан соң тағы да 1 минут шамасында қайнатып аламыз. Сол кезде крахмалдың дәмі білінбей, дәмі өте керемет болады. Содан соң осы кремімізді алып суытып қоямыз. Ендігі кезекте тортымыздың бисквитін жасауға кірісеміз. Ол үшін 3 жұмыртқаға қантты салып, миксердің көмегімен 2-3 есеге дейін ағарып көпіргенше жақсылап миксерлеп аламыз. Бізде шамамен осындай сұйықтық шығады. Енді оған сұйық майымызды құямыз және де сүтті құйып, тағы да миксермен жақсылап бір араластырып аламыз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ, жай ғана бір-біріне біріктіріп, бір араластырып алсаңыздар жеткілікті. Содан соң құрғақ өнімдерімізді біріктіріп алатын боламыз. Онға қопсытқышты, какаоны және де кукурузын, крахмалды салып, барлығын жақсылап бір араластырып аламыз. Ендігі кезекте осы ұнымызды үйлеуші өткізе отырып, сұйық массаға аз-аздан бөле отыра қосып миксерлейміз. Барлығын бірден салмаймыз, 4-5-ке бөле отыра міндетті түрде үйлеушін өткізіп, осылай миксерлеп аламыз. Бізде шамамен осындай сұйықтықтағы қоймалжың қамыр шығуы тиіс. Дайындап болғаннан соң бірден пешті 160-170 градусқа қыздырып қойыңыздар. Содан соң 22 диаметрлік формаға құйып, біздің қамырымызды қызып тұрған пешке салып, көтеріліп, арасы толық піскенше пісіріп аламыз. Піскеннен соң суытамыз, суығаннан соң формасынан ақырын шешіп аламыз да, осы бисквитімізді теңдей етіп ортасынан бөліп аламыз. Мінекей қараңыздар, өте керемет болып пісіп шыққан. Ендігі кезекте торттың кремін жасаймыз. Бөлме температурасындағы сармайды алдымен жақсылап миксерлеп аламыз да, жақсылап миксерлеп алғаннан соң құйылатылған сүтімізді қосып, тағы да 2-3 минут шамасында жақсылап миксерлейміз. Ендігі кезекте жаңағы дайындап алған суып тұрған заварной кремімізді бір қасықтан қоса отыра миксерлейтін боламыз. Міндетті түрде бір қасықтан сала отыра миксерлеңіздер. Барлығын бірден қосып жібермейміз. Жақсылап миксерлеп алғаннан соң бізде осындай әдемі, бір келгі, өте керемет, нәзік крем шығады. Мұзды жинайтын боламыз. Мен осылай әдемі бір тегіс шығу үшін кольцоға салып жинаймын. Жаңаға бір коржды қойып, үстіне барлық кремді салып бір тегіс етіп жағып аламыз да. Содан соң екінші коржды қойып, осы дайын болған тортты 3-4 сағатқа пропиткаға қойып қойсаңыздар болады. Содан соң бетіне жағатын ганаш дайындаймыз. Ол үшін бізге табаға сары майды саламыз, қаймақты саламыз, какаоны саламыз және де қантты салып, барлығы жақсылап еріп, біркелкі болғанға дейін, керемет сұйықтық болғанға дейін жақсылап барлығын тоқтамай араластырып отырамыз. Бізде шамамен осындай сұйықтық шығуы тиіс. Көп қайнатпаймыз, кішкене қайнағаннан соң оттан алып толықтай суытамыз да, суығаннан соң барып тортымыздың бетіне біркелкі етіп жағып шығамыз. Құрметті менің көрермендерім, менің келесіде шығатын рецепттерімді жіберіп алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей достар, осымен біздің тортымыз дайын болып қалды. Жасап болғаннан соң 1-2 сағатқа пропиткаға қойып қойсаңыздар болады, немесе тікелей кесіп жей берсеңіздер де болады. Ас болсын, рецепт ұнап жатса, канал ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар.
келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет.